Бүгінгі біздің тақырыбымыздың аты мүмкіндіктер қатынасы және салыстырмалы тәуекел. Лекцияны бастамас бұрын мүмкіндік дегеніміз не деген сұраққа жауабын тауып көрейік. Мысалы, сіз кезекте өтетін бәйгеде қандай да бір ат жеңеді деген ойдасыз. Сіз ол туралы маманнан сұрағанда, ол сізге аттың жеңу мүмкіндігі 2-ден 1-ге, немесе орысша айтқанда 2 к 1 деп айтады. Егер біз жеңіс мүмкіндігін А деп белгілесек, жеңілу ықтималдығын Б деп белгілесек, онда А мен Б-ның қатынасы 2-ге тең болады. Бұл дегеніміз мүмкіндік. Мүмкіндік ол жағдай туындамайтын ықтималдықтың жағдай туындайтын ықтималдыққа деген қатынасы. Мүмкіндік қатынасы бұл статистикалық көрсеткіш, белгілі бір нәтиженің жоқтығы немесе болуы нақты статистикалық топта белгілі бір фактордың болуына немесе болмауына байланысты қаншалықты сандық көріністе сипаттаудың негізгі тәсілдерінің бірі. Мүмкіндік қатынасының көрсеткіші бізге белгілі бір нәтиже мен тәуекел факторы арасындағы байланысты бағалауға мүмкіндік береді. Мүмкіндік қатынасы белгілі бір тәуекел факторын анықтау жиілігі бойынша зерттелетін топтарды салыстыруға мүмкіндік береді. Мүмкіндіктердің қарым-қатынасын қолдану нәтижесі фактор мен нәтиже арасындағы байланыстың статистикалық маңыздылығын анықтау ғана емес, сонымен қатар оның сандық бағасы да болып табылады. Мүмкіндіктер қатынасын қолдану шарттары мен шектеулеріне тоқтап кетсек. Нәтижелі және факторлық көрсеткіші номиналды шкала бойынша өлшенуі тиіс. Мысалы, нәтижелі белгілі ұрықтың туа біткен даму ақауының болуы немесе болмауы, зерттелетін фактор ананың темекі шегуі, шылым шегуі немесе шылым шекпеуі. Бұл әдіс тек 4 жолақты кестелерге талдау жүргізуге мүмкіндік береді. Фактор және нәтижесі екілік айнымалы болып табылса, яғни тек 2 ықтимал мағынаға ие, мысалы, жынысы ер немесе әйел, артериялық гипертония болу немесе болмауы, аурудың нәтижесі жақсартумен немесе жақсартусыз. Салыстырылатын топтар тәуелсіз болуы тиіс, яғни мүмкіндік қатынасының көрсеткіші кейін бақылауларды салыстыру үшін сәйкес келмейді. Мүмкіндік қатынасының көрсеткіші жағдай бақылау зерттеулерде қолданылады. Мысалы, бірінші топ гипертониялық аурумен ауыратындар, екінші салыстырмалы түрде дені сау адамдар. Проспективті зерттеулер үшін топтар тәуекел факторының болуы немесе болмауы белгісі бойынша қалыптасқанда, әдетте салыстырмалы тәуекел есептеледі. Мүмкіндік қатынасын қалай есептеуге болады? Мүмкіндік қатынасы бұл бөлшек мәні алымында бірінші топ үшін белгілі бір оқиғаның мүмкіндігі, ал бөлігінде екінші топ үшін сол оқиғаның мүмкіндігі бар. Белгілі бір белгісі бар зерттелетін санның осы белгісі жоқ зерттелетін санына қатынасы мүмкіндік болып табылады. Қарым-қатынас мүмкіндігін есептеу 2-2 кестеге деректерді енгізу арқылы есептеу қолайлы тәсіл болып табылады. Бұл кестедегі А науқас саны немесе әсер қауіп факторына қатысты, Б дегеніміз сау саны әсерге қатысты, С науқас саны әсерге қатысы жоқ, және Д сау саны әсерге қатысы жоқ дегеніміз. А плюс Б дегеніміз түрлердің ортақ саны, әсері шалдыққан қауіп факторіне шалдыққан С плюс Д түрлердің
ортақ саны, қауіп факторына шалдықпаған А плюс С науқастардың ортақ саны және Б плюс Д сау адамдардың ортақ саны. Бұл кесте басқаша латын квадраты деп аталады. Латын квадраты статистикалық көрсеткіштің қатарын санауға мүмкіндік береді. Осы кесте үшін мүмкіндік қатынасы мынандай формула бойынша есептеледі. Бұл слайдта тәуекелдің нәтижесі мен фактор арасындағы анықталған байланыстың статистикалық маңыздылығын бағалауы өте маңызды. Бұл бірлікке жақын, мүмкіндік қарым-қатынасының жоғары емес мәндерге байланыс болса да, айтарлықтай болуы мүмкін және статистикалық қорытындыларда ескерілуі тиіс. Ал керісінше, мүмкіндік қатынасы үлкен мәндерде көрсеткіш статистикалық елеусіз болып табылады, демек анықталған байланысты елемеуге болады. Мүмкіндік қатынасының маңыздылығын бағалау үшін сенімді интервалдың 95% шекаралары есептеледі. Бұл слайдта жоғары және төменгі шекарасының мәнін табу. Бұл слайдта мүмкіндік қатынасы және салыстырмалы тәуекелдің нәтижелерінің анықтамасы берілген. Мысалы, егер мүмкіндік қатынасы бірден асса, онда бұл тәуекел факторын табу мүмкіндігі нәтиженің бар тобында көп екенін білдіреді. Яғни фактордың нәтиженің басталуы ықтималдығымен тікелей байланысы бар. Бірден кем болса, онда мүмкіндіктердің қатынасы екінші топта тәуекел факторының табу мүмкіндігі көп екенін көрсетеді. Яғни фактордың нәтиженің басталуы ықтималдығымен кері байланысы бар деген сөз. Егер бірге тең болса, мүмкіндіктерге қатысты салыстырмалы топтарда тәуекел факторын анықтау мүмкіндігі бірдей. Тиісінше фактор шығу ықтималдығының ешқандай әсер етпейді. Әрбір жағдайда біз қосымша сенімді интервалдың 95% мәндеріне сүйене отырып, мүмкіндік қатынасының статистикалық маңыздылығы міндетті түрде бағаланады. Егер сенімді интервал бірді қамтымаса, яғни шекараның екі мәні немесе жоғары бірден төмен болса, онда p-value 0,100-ден кем мәнділік деңгейінде фактор мен нәтиже арасындағы анықталған байланыстың статистикалық маңыздылығын туралы қорытынды жасалады. Егер сенімділік интервал 1, яғни оның жоғары шекарасы бірден көп болса, ал төменгі бірден аз болса, онда p-value 0,105 мәнділік деңгейінде фактор мен нәтиже арасындағы байланыстың статистикалық маңыздың болмауы туралы қорытынды жасалады. Сенімді интервалдың шамасы фактор мен нәтиженің байланыс мәнінің деңгейіне кері пропорционалды, яғни 95% сенімділік интервал аз болған сайын анықталған тәуелдік неғұрлым елеулі болып табылады. Мысал келтіре алсақ, екі топ аламыз. Біріншісінде ұрықтың туа біткен даму ақауы бар анықталған 200 әйелден тұрады. Оның ішінде жүктілік кезінде темекі шеккендер 50 адам, темекі шекпегендер 150 адам. Екінші топта ұрықтың туа біткен даму кемістігі белгілері жоқ 100 әйел құрайды. Ол сау әйелдер. Олардың арасындағы жүктілік кезінде 10 адам темекі шегетіндер, 90 адам темекі шекпейтіндер. Осы барлық санды 2-2 кестеге енгіземіз. Мына берілген үстідегі ссылкада онлайн калькулятор бар. Онлайн калькуляторға жаңағы түгел санды енгізсеңдер, өзі автоматты түрде санап береді. Нәтижесінде мүмкіндік қатынасы 3-ке тең, жоғары және төменгі 90% сенімділік интервалы жоғары шекарасы 6,20-100-ден 21-ге тең, төменгісі
1,45-ке тең. Осылайша зерттеу ұрықтың диагностикалық туа біткен даму кемістігі бар пациенттердің арасында шылым шегетін әйелдер кездестіру мүмкіндігі, ұрықтың туа біткен даму кемістігі белгілері жоқ әйелдер арасында 3 есе жоғары екенін көрсетті. Бақыланатын тәуелдік статистикалық маңызды болып табылады, өйткені 95%-ық сенімділік интервалы бірді қамтымайды, оның төменгі және жоғары шектердің мәндері бірден көп. Салыстырмалы қауіп-қатер. Салыстырмалы қауіп-қатер бұл фактор әсер ететін таңдаманың осы бөлігінде оқиға жиілігінің, фактор әсер етпейтін таңдаманың сол бөлігінде оқиға жиілігіне қатынасы. Салыстырмалы қауіп-қатер фактор мен қолайсыз нәтиже арасында байланыс күшін көрсетеді. Егер салыстырмалы қауіп-қатері бірге тең болса, онда фактор мен қолайсыз нәтиже арасында байланыс жоқ. Егер бірден көп болса, онда зерттелетін фактор қауіп-қатер факторы болып табылады. Егер бірден кем болса, онда зерттелген фактор қауіп-қатер факторы бола алмайды. Ол бізге не үшін қажет? Салыстырмалы қауіп-қатер тәуекел факторының болуына байланысты қорытынды ықтималдығын салыстыру үшін пайдаланады. Мысалы, темекі шегудің гипертониялық аурудың жиілігіне әсерін бағалауда, сүт безі обырының жиілігінің ішектік контрацептивті қабылдаудан тәуелдігін зерттеуді және тағы басқада. Салыстырмалы тәуекел емдеудің белгілі бір әдістердің тағайындаудағы немесе ықтимал жанама әсерлері бар зерттеулер жүргізудегі маңызды көрсеткіш. Салыстырмалы қауіп-қатерді қалай есептеуге болады? Мүмкіндік қатынасы сияқты 2-2 кесте құрастырамыз. Бұл жерде салыстырмалы тәуекелдің формуласы берілген. Мұнда А, Б, С, Д ұштасу кестенің ұяшықтарында бақылау саны, сенімдік интервалдың шекаралары бар, төменгі және үстіңгі шекарасының мәнін табу формуласы көрсетілген. Мысал келтіріп отырсақ, контрацептивті таблеткалар қабылдайтын және балалары сары аурумен ауыратын емшек сүтін емізетін аналар арасындағы байланыс зерттелді. Зерттеуге арналған деректер кестеде келтірілген. Бұл сандарды онлайн калькулятор арқылы автоматты түрде санауға болады. Сонда алынған нәтиже қауіп-қатер факторы, сонымен контрацептивтік препаратты қабылдау қолайсыз нәтиже болудың, балалардың сарғаюының пайда болуы ықтималдығы 2/144